Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге банан қосылған кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін 3 жұмыртқаның үстіне шекер саламыз, шым-шым тұз саламыз және ванилин салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Көпіргенше жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген астықтың үстіне қопсытқыш саламыз және крахмал саламыз. Барлығын араластырамыз. Жұмыртқалы массаның үстіне салып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Бананды сыртын ашып тазалап, кубик етіп торап шығамыз. Торалған бананды жаңағы қамырдың үстіне салып шығамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Қамырларды осындай силиконовый ыдыстарға құйып шықтым. Үстіне кесілген алмаларды орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Кекс дайын, өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.